Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге керемет болып шығатын, езілмейтін вареникінің рецептімен бөліскім келеді. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңырау жағын басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Ең алдымен бізге ыстық қайнаған су қажет болады. Оған біз сұйық майымызды немесе сары майды қосуға болады. Тұзымызды қосып, ерітіп, араластырып аламыз. Ұнды да шамалыдан қосып, кішкене осылай қойылмалжың болған кезге дейін араластырып аламыз да жұмыртқамызды қосамыз. Видеода менде 3 порция қамыр. Барлық азық-түліктердің мөлшерін мен сипаттамасында жазып қоямын. Осылай араластырып аламыз қасықпен, өйткені қамырымыз әлі ыстық. Қамырымызды ыңғайлы етіп, бірнеше бөлікке бөліп қойсаңыздар болады. Мен 4-ке бөлдім. Барлық қамыр дайындап болғаннан кейін жарты сағатқа кішкене демалуға қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмамызды дайындай бастайық. Мен ірімшікке жұмыртқаның сарысын қосам, тұзын қосам, барлығын жақсылап араластырып, бөлек қойып қоямыз. Енді қамырымыз жайсақ болады, 30 минут өтті, жақсылап ұн сеуіп, осылай жұқалап етіп есіп аламыз. Вареникидің өлшемдері бірдей болсын деп, осылай стақанды қолданатын боламын. Ендігі кезек вареникімізді түйуге келді. Мен шай қасықтан ірімшікті алып, осылай түйе бастадым. Шетін өріп, менде 2 түрлі салма болғандықтан, екеуін 2 түрлі қылдырып түйіп бастадым. Бұл бізде ірімшіктен жасалған вареникилер. Ал келесі салма түрін мен суға піскен картоптан жасайтын болдым. Оларды мен өрмей түйемін. Міне 2 түрлі салма мен вареникилеріміз дайын болды. Қазір суды қосып қойдым. Қайнаған суға пісіретін боламыз. Суымызды қайнатып, қалауынша тұзды қосамыз да, вареникиді суға сала бастаймыз. Осы кезде түбін ақырын араластырыңыздар, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Міне судың бетіне қалқып шығып жатыр. Ешбіреу жабысқан да жоқ, тесілген де жоқ. Керемет болып шығып жатыр. Оған дейін біз қолдың майымен сұйық майды бірге араластырып, қыздырып, пиязымызды ұсақтап турап, қуыра бастаймыз. Қалауынша кез келген шөпті қоссаңыздар болады. Мен жасыл пиязды қосатын болдым. Міне картоптан жасалған вареникилеріміз дайын болды. Ешбіреу езілген жоқ. Жаңағы дайындаған қуырмамды салып, жабысып қалмас үшін үстінен осылай құйып шығамын араластырып. Картоптан кейін ірімшік қосылған вареникилерді суға сала бастадық. Міне ол да жабыспай, тесілмей, жыртылмай пісті. Оған да сұйық майымызды құйып, араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Вареникидің қамырын осы әдіспен дайындап көріңіздер. Өте қолайлы, басқа да мантыда
басқа тағамдарды да дайындауға болады бұл қамырмен. Дәмі керемет шығады. Ең бастысы жыртылмай, тесілмей, жабыспай піседі. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Келесі видеоларды күтіңіздер. Әлі қызықты, пайдалы видео рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын.